Бәріңізге сәлем. Менің есімім Джек. Бүгін сіздерге адамның мықтылығы және төзімділігі жай айтатын боламын. 15 жасқа дейін қарапайым оқушы болдым. Барабанда ойнайтынмын, достарым өте көп болды. Және де тұмаудан артық аурумен ауырып көрген жоқпын. Бәрі мен алғаш рет концертке баратын кезде өзгерді. Мені атам сол концертке жеткізіп тастамақшы болды. Алайда біз концертке жете алмадық. Өйткені атамның жолда жүрегі ұстап қалып, біз ағашқа соғылдық. Мен оянсам, ауруханада жатыр екем. Қасымда әкем мен анам бар. Бірден атам жайлы сұрадым. Олар үндемей қалды. Ал анам болса жылауға кірісті. Сол сәтте мен шындықты айтуын сұрадым. Әкем атамның қайтыс болғанын айтты. Бұл жаңалық маған өте ауыр тиді. Өйткені сәл уақыт бұрын ғана біз балыққа бару жайлы әңгімелесіп отырғанбыз. Ал қазір ол жоқ. Бұл жаңалық маған ауыр тиді. Ата-анам менің өзімді қалай сезініп тұрғанымды сұрады. Бәрі жақсы секілді көрінді. Алайда өзімнің оң қолым ауырып тұрғанын сезіндім. Сол кезде мен өз қолымның жоқ екенін байқадым. Ата-анам авария болған кезде менің қолым темірдің арасында қалып қойғанын айтты. Сол себепті де аман сақтап қала алмаған. Мен бір қолсыз қалай өмір сүретінімді елестете алмадым. Ата-анама өте көп рахмет. Олар өйткені көңіл күйімді көтеріп, маған әрқашан көмектесіп тұрды. Менің палатамда екі аяғы жоқ адам болды. Ол менің көңіл күйім өте қатты түскен кезде сөзімен жігер беріп отырды. Ей, Джек, маған қарашы, мен футболист болған. Ал менің қазір екі аяғым жоқ, ал сенің бір қолың. Ең бастысы, алдыға қойған арманымыз болу керек. Шынымен де, менің жағдайым өте қатты қиын емес қой. Мен бірақ бір қолмен не армандайтынымды білмедім. Мен бірақ өзімнің арманымды іздеуге кірістім. Мен бір айды үйде, бір айды ауруханада өткіздім. Қолыммен бірге достарымнан да айырылдым. Олар менен қорқатын, және де олар менімен сөйлеспеуге тырысты. Бірақ олардың дәл сол сәтте маған қолдауы қажет болды ғой. Мен бұл жағдайға басқа тұсынан қарайтын болдым. Өйткені қазір жанымда ең жақын достарым ғана қалды, ал өтірік достарым кетіп қалды. Бір қолмен жаңа өмірді бастадым. Қарапайым заттарды өзім жасауға тырысатынмын, алайда барлығы жақсы бола бермейтін еді. Осы сәтте анамның және әкемнің көмегі керек болатын. Мысалы, бау байлау деген секілді. Маған барабан жайлы және мектеп жайлы ұмытуға тура келді. Сабақтарды үйде оқыдым. Және де достарыммен кездесуге тырысатынмын, бірақ күнде бола бермейтін еді. Түсімде әрқашан екі қолым бар, және де барабан ойнайтынмын. Мектепке барып, достарым секілді сабақ оқитынмын. Оянған кезде бір қолымның жоқ екенін көріп, әрдайым жылайтынмын. Бірнеше ай өткеннен кейін мен бұл өміріме үйреніп кеттім. Және де дәрігер маған келіп протезді қол орнатам деген кезде өте қатты қуандым, және де келістім. Бір айдан кейін маған операция жасады. Мен бұл протезге өте қатты қуандым. Қуанышым бірақ та ұзаққа созылмады. Өйткені бұл протез ешқандай пайдасы жоқ еді. Кәдімгі қолға ұқсағанмен пайдасы тимеді. Бұл протезге айтатын болсам, бұл протезді кәдімгі қолды басқарған секілді басқара алуға келмейді. Сол себепті де ол протезді алуға мәжбүр болдым. Дәрігерлер маған шынайы қолды орнатуға ұсыныс жасады. Бұл ұсыныс маған қарапайым өмірге қайтып оралуға мүмкіндік беретін еді. Ақырында мен келістім. Бірақ дәрігерлер бұл қол бірден тыңдай қоймайтынын, және де тыңдау үшін ұзақ уақыт керегін айтты. Менің жаңа арманым пайда болды. Маған қол орнатса, мен қарапайым өмірге қайтып оралатынымды білдім. Мен 15 жасқа толған кезімде туысқандарымның барлығы келді. Осылайша мен бұл туған күнімде, отты үрлеген кезде, маған жаңа қолды тезірек орнатса екен деп армандадым. Қонақтар тарала бастаған кезде қоңыраудың шалынғанын естідік. Ол адам ауруханадан хабарласып тұр екен, және де жаңа қолдың табылғанын айтты. Менің арманым орындалғанына қуанышты болдым. Келесі күні мені операцияға апара жатты. Барлығы жақсы өтсе екен дедім. Операция ұзақ және күрделі болды. Дәрігерлердің айтуынша операция жақсы өтті. Менде жаңа қолға үйренісетін ұзақ уақыт басталды. Бұл қол мені бірден тыңдай қойған жоқ. Мен өзіме өмір бойы қолсыз жүргенге қарағанда осы жаңа қолым жақсы ғой дедім. Осылайша жаңа қолымды басқаруды үйрене бастадым. Шынымды айтсам, мен басында бұл қолды орнатқаныма басында өте қатты өкіндім. Өйткені бұл қолым өздігінен өмір сүре бастады. Қолым өздігінен пультті телевизорға лақтырып, сындырып қойды,
және де қайнап тұрған нәрсені ұстап алып, қолымды күйдіріп алдым. Бұл ұзаққа созылған жоқ, бір ай ғана созылды және де аяқталды. Дәрігерлердің айтуынша, қолдың толық қалыптасып болуына шамамен 5 жылдай немесе одан аз уақыт кетеді. Бұл жағдай мені бір жағынан қуантса, бір жағынан өте қатты қорқытып жіберді. Енді менің армандарым қайтадан барабан ойнау және де мектепке бару. Мен оң қолыммен бірдеңе жасағым келген кезде кейбірде бола бермейтін еді. Бірақ та мен өзімнің жаттығуымды әрдайым жасап тұратынмын. Оң қолыммен бірдеңе жасауға тырысатынмын. Маған басқа қолды орнатқанына оңай өтті. Мен бір күні достарыммен қоштасар кезде оң қолымды көтеріп достарыммен қоштастым. Олардың көзінде жасты байқадым. Маған да көзіме жас келді. Қазіргі таңда қасықты да көтере аламын. Басқа адамның қолы екені ойланып қарасам, бұл мен үшін өте жақсы жетістік. Алдағы уақытта мені талай жетістіктер күтіп тұрғанына сенімдімін. Өзіңіздің керемет те қолыңызбен төмендегі подписаться деген кнопканы басып, қасындағы қоңыраушаны басу арқылы жаңа видеоны жіберіп алмайсыз. Және де сіз секілді керемет көрермендерім көру үшін лайкты басуды ұмытпаңыз.